Так, бізде мынандай оқиға болып тұр. Мына Джели 2 жыл болған машина. Пробегі бір 90 мыңға жақындады. Таныс кісінікі. Енді өзі пысықсынып колодканы ауыстырам деген артқы. Сөйткенде колодкасын шешкен, ескі колодкасын и ручникті тартып жіберген. А бұл жерде ручник, артқы тормоз бәрі бірге моторчикпен поршын шығып кеткен. Соны кіргізе алмай отырмыз енді. Менде бұндай оқиға бірінші рет. Қазір көреміз енді. Бар білімімізді төгіп бір неме бойынша, естуім бойынша мынаны поршынды мынаны бұрап кіргізу керек екен. Итеріп бұрап кіргізу керек дейді. Көреміз. Яғысы бір видео монтаж жасап жіберем. Қазір поршын міне шығып кеткен. Ручникті ары бері көріп жатырмыз. Ручнигі болмай жатыр. Ары бері көрдік. Моторчиктің дыбысы шығады. Зыт-зыт. Мына жақта міне қарекең кілт алып кетті ғой деймін. Кілт алып кетті. Осындай қызықтар болып жатыр. Жалпы айтарым, артында егерде ручникпен артқы тормоз супырт бәрі жәлегендей бірге болса, ручник тартып қоймаңдар. Проблеманың көкесі басталады. Міне мынандай система екен ғой, короче. Мынаусы шықты. Мына жері резьбамен. Поршнек мынаның ішіне жүреткен. Міне мынандайдың ішіне, мынаның ішіне. Мынаның ішінде. 4-3-тің ішінде. 4-3 ішінде жүреткен. Қазір мұны резьбаны бұлаймыз қазір. Бұлай. И оно уйдет туда, да? Я. Ну-ка. Вот так он сейчас открутился. Қазір мұны бұрау керек бізге. Резьбамен екен ғой поршны. Мынаны қалай бұраймыз енді? Не хочет что-то резьбасы. Резьбасын бұрау керек екен. Уперся. Чуть-чуть кішкене бір-екі виток бұралды да. Сонымен тұрып қалды. Ну, так и должна быть, наверное, блин. Жоқ, бұрау керек мына резьба, он тоже бұл. Міне мынау резьбаны көрдіңіз бе, ма? Бұрау керек. До конца, что ли? Мына резьба. Нет, не до конца. Жоқ, мына енді мынаны өтіп кету керек қой, мына жерге дейін тысы бар мына резьбаның ше. Кішкене бұралды да, сонымен тұрып қалды. Может, наоборот ее крутить? Мына жерді мен көріп тұрмын. Резьба міне оңға, правая резьба оңға. Мына жақ ше. Вроде правая резьба, короче. Солға бұралмайды ме? Бұралмайды. Солға бұралмайды. Оңға бірақ тісі қасарысып тұр ма бірдеңке. Короче, маған бұрау керек бізге. Сөйтіп барып поршын кигіземіз енді. Поршын түсіп кетті қазір бір жерге, перчатка бір жерге. Коробка жоқ па жаңағы? Осындай қызықтар болып жатыр. Міне ма бұралды. Бұралып келе жатыр міне. Резьбаға ше. До конца бұраймыз да. Сосын поршнекті кигіземіз. Міне кіргіздік. Қағып кіргізіп жібердік. Мына жақта штуцерді ашып қоясыңдар. Жидкостың бәрі ағады. И ауада воздух, подушка, вакуум создавать етпеу керек та. Сөйтіп ашып қоясыңдар, қағып жібересіңдер болды. Сосын енді ручникті теңшеу үшін мынаны бұрап отырасыңдар ғой, сағатқа қарама-қарсы. Сағатпен бұрасаңдар, ішіне кіреді, қарама-қарсы бүйтіп сыртқа шығады. Ручникті сөйтіп теңшеп аласыңдар ғой, колодка қысатын кезінде. Қазір мен поршын полностью кіргіздік. Толығымен до конца.